Филиппо Еркимай 509 топ студенті бүгінгі практикалық дағды 6 минуттық жүру тестін бағалау. Ең бірінші қолымызда европалық стандартқа сай жуамыз. Бастамас бұрын науқастың жалпы жағдайын тексереміз. Онда артериялық қан қысым, пульс тексереміз және де оны жазып аламыз. Науқаста артериялық қан қысым 120/90, тыныс алу жиілігі 16, пульс 76, яғни қалыпты. Одан кейін науқасты тегіс жерде 6 минут ішінде жүруін сұраймыз. Қаншама қашықтықта жүретінін анықтаймыз. Және де жүру кезінде өздігінен қозғалуы керек. Науқас жүріп болған соң, тестті тексеріп болған соң, яғни науқастың қан қысымын, тыныс алу жиілігін, пульсті қайталап есептеуіміз қажет болады.